Парасаттылық адам бойындағы асыл қасиет. Біз білеміз, ар-намыс, қадір-қасиет, абырой және адамның беделі адамзаттың өмірінде, қоғамында, салт-дәстүр ғұрпында, ой-санасында арнайы басты адами қасиетті құндылықтары болып табылады. Көне заманнан адамның бойындағы адалдық, әділдік, азаматтық, парасаттылық, ауызбіршілік, адамгершілік сияқты құнды қасиеттердің бағасы жоғары болған. Отбасымдағы ата-анамның маған беретін тәрбиесінде ең асыл адами құндылықтардан болып табылатын адалдық, ар-намыс, қадір-қасиет, жомарттық, парасаттылық, әділдік пен әдептілік. Бұған әкем мен анашым үнемі айтатын тәрбиелік маңызы бар мақалдар мысал болып табылады. Мысалы, біреудің ала жібін аттама, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы. Өліммен ұят күшті, қолыңмен істегенді мойныңмен көтер. Үнемі айтылатын алтын сөздері маған күшіме күш, қайратыма қайрат қосады. Әкешім мен анашымның өмірдегі беделді орны маған да беделді болуыма тікелей әсерін тигізеді. Әкем Исаев Шухратжан Ашурматович номері 94 жалпы орта мектептің музыка пәні мұғалімі болып жұмыс істейді. Ал анашым болса, номер 11 Манкент жалпы орта мектебінде математика және информатика пәні мұғалімі болып жұмыс істейді. Мен Ашурматов Акмал Шухратжанович номері 47 жалпы орта мектептің 11 сынып оқушысымын. Менен кейін тағы екі інім бар. Олар Ашурматов Шахзат Шухратжанович және Ашурматов Данияр Шухратжанович. Олар да номері 47 жалпы орта мектептің 7 және 5 сыныптарында оқиды. Отбасым менің мақтанышым. Әр қашанда ата-анамды үлгі тұтып мақтана аламын. Ал енді отбасымыздың бағындырған белестерін көрсетейін. Ата-анам арқасы ерім, тілекшім қамқорым менің, бір туған іні қарындас, сендерді аңсап жүремін. Отбасым ол қызым жарым, сендерге арналған барым, гүлденер думанды бағым, сендер деп атады таңым. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Тал бесік тербелген үйім, шертесің көңілдің күйін, арманға шақырған ақтан, ақ жауын ақ батасыйын. Тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні, әлдейлеп әнге салатын, қастерлі анамның үні. Менің отбасым менің мақтанышым. Отбасымыздың тәрбиесінде сыбайлас жемқорлыққа ешқашанда жол берілмейтіні мені қуантады. Әр қашанда әділдік, адалдық, парасаттылық бар жерде жемқорлық болмайды. Тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдығы құтты болсын.